Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Емсен. Бүгін біз өзіміздің керемет супергеройлық саяхатымыздың 3-ші бөлімін жалғастыратын боламыз. Егер достар өткен бөлімде естеріңізде болса, біз шахтаға барған болатынбыз. Шахтадан өзімізге жақсы заттар жасадық дегенде жақсы рудалар алдық. Енді достар, осы серияда қазір былай қарап отырсам, бізде уже 8 тал железо дайын болыпты. Өзімізге паножи жасап алайық. И сол паножи арқылы біз порталға кіріп көреміз. Ол қандай портал деп ойлап тұрған шығарсыздар. Мен бірінші серияда мына бір жақтан портал тауып алғам. Сол порталға кіріп көрейік. По-любому мына шахтада біз өкінішке орай өзімізге керекті ештеңке тапқан жоқ болатынбыз. Так, мына жерде житель тұр. Так, Так, осы торговец екен ғой. Так, жарайды. Оны былай нетпей тұрмаймыз. Мына жерде міне өздеріңіз көріп тұрғандай біз портал көріп тұрмыз. И осы қазір порталға кіретін шығарым. Емес, міндетті түрде кірем. Бірақ достар, қазір мен әзірге паузаға қойып тұрам, себебі мен мына порталға кіргенде қазір қатып кетуі мүмкін. Сондықтан қазір порталға кірген соң сіздерге қайтадан осы видеоны жалғастырып и өз көздеріңізбен көрсетем. Сондықтан кет. Сонымен достар, өздеріңіз көріп тұрғандай біз мынандай бір гриб саңырау құлақтың жеріне келген сияқтымыз, менің ойымша. Бірақ мына жер бізде өкінішке орай қап қараңғы. Мына жерде бізде түк көрінбейді. Вообще жөнді бір нәрсе көріп тұрған жоқпын. Қазір достар, мен өз елім дептім ғой. Өз жеріме барып факел алып келетін сияқтым ғой. Так, оғаш мына жерде мен так, что за маркер? По-моему, бір сақталып қалған сияқты ғой. Так, осы жерден мен өзіме бір маркер қоям ойдым. Так, маркерді қою үшін қазір управлениеден қарайық. Қайнымен маркер қойып еді. Так, открыть карту, приближение, режим пещер. Так, нормально. Отдаление. Новый маркер. Новый маркерді мен өзім выдап қойын. Бұл өте жақсы. Мына жерге выдап қоям да атын. Так, не дейміз? Атын портал. Так, осылай тұра берсін. И қазір мына жерге түсіп көрейік. И жердің астында может быть уголь пайда болады шығар. Так, қазірге білмей тұрмын. Бірақ уголь вряд ли пайда болады. Себебі мына жерде какой-то бір камень ба, не, содан басқа мен әзірге ештеңке көріп тұрған жоқпын. Так, бізде уже қаншаншы высота? 45-ші. Әзірге ешқандай руда көрінген жоқ. Бірақ достар, қазір мен паузаға қойып, өз еліме барып, еліме дептім ғой, өз миріме барып, кішкене өзіме көптеген тесілі факелдар берейін. Оғашы мен әрине паузаға қоям. Сонымен достар, өздеріңіз көріп тұрғандай мен уже өзіме почти 1,5 стак факел жасап алдым. И бағана жолда өзіме кәдімгідей сиырлар өлтіріп, и скелеттер өлтіргем. Олардан, как обычно, садақ, тамақ, сондай костар шықты. И достар, енді қазір тезірек барып порталдың ішіне кірейік. Бірақ мен достар, бағана бір нәрсе өте байқадым. Қазір порталды сіздердің көздеріңізше кірем. И достар, мен байқағаным, мына жерде қарап отырсаңыздар, менде мына жерде бір жап-жасыл бір нәрсе тұр. Ол походу менің былай магиямның, яғни энергиямның болуы. Менде энергия таусылады, кейін көбейеді. Мен мына порталға кіргенде энергиям жартылай таусылады екен. Бағана байқағаным сол. Мына жерде қазір загрузка мира болды. Так, қарап отырсаңыздар, менде уже энергия жоқ, почти жоқ кәдімгі. Бірақ енді қайтадан бастан пополняться етіп жатыр. Так, бағана мен өзі қай жерді қазып едім? Так, осы жердің бір жерін қазғам, дост. Мына жерді қазыппын. Так, мына жерде біз әзірше қазір исследовать етіп жүрейік, былайша айтқанда. Сосын ары қарай не болатынын көреміз. Так, мына жерде бізде неше түрлі нәрселер жүр. Так, оппа. Так, мына бір тіршілік иесін өлтірейін. Так, оппа, бізге слепота берді, достар, слепота 3. Так, қашан кетеді? 4 секунд. Түсінікті. Мынау бірі бізге слепота береді екен.
Сол үшін бұған қатты жақындамау керек. Опа, түсті ғой. Опа, опа. Ё-моё, достар. Опа, опа, опа. Ё-моё, қаштым. Так, уқты бізде пригучесть бар. Так, түсінбей қалдым. Уф. Так, бізде әлі жизнь аз. Әбден қақпа доверен қаппын ғой. Так. Анау кім екен мынадайлы? Өзінің капта бір магиясымен бәле болды ғой бізге. Қазір енді оны жақын барып өлтірем. Мен оны міндетті түрде өлтірем. Так, менде әлі қазір жизнь аз. Кішкене жизнь толасын пока что. Жарайды, бара берейін. Аты мен күткенді бұлай аса қатты ұнатпаймын. Так, опа, 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 опа. Так, так, мынау маған агрессивный достар, мынау өте. Уф. Так, бізде 18 опыт. И так, анадан ештеңе түскен жоқ. Блин. Настроением бәрін бұл жерді. Қалай ештеңе түскен жоқ. Құр босқа өлтірген сияқты оқыптым. Так, мына жерде бұлай қарап отырсам, бізде әзірге ешкім көріп тұрған жоқ. Так, опа. Мынау тағы бір мак сияқты ғой. Опа. Бұлай тығыла тұрайын. Опа. Так, опа, опа. Так, мынау бізге отравление береткен достар. Иә, мен ең алғаш рет, алғаш емес енді, басқа измерениеде алғаш рет өліп тұрмын. Так, қайттан телепортировать етіп, өзімнің керемет заттарымды алып алайын. Бағана көріп тұрғандай бізде уже 18 опыт болды. Қазір сол опыттың бәрі қайтарып алам. Ананы өлтірген соң. Мыналар әбден бізді өкінішке орай жақындық кеткен. Себебі өздеріңе ататын палчкалармен надел болды. Әбден. Так, мен мына жерде өлдім ба? Так, түсінбедім. Так, опа. Кей, берге бауырым. О, так, опа. Қаштым. Блин, мынау бәле болды отравлениясымен. Так, блин, аналар мен қоршады, достар, қоршады. Так, опа. Опа. Так, блин. Қашу керек тезірек. Так. Ана мен қолаттықтан жоқ ба? Уф, тезірек. Мына бұрынғы жеріме телепортация жасайын. Так, тезірек тамақ жеп алайын. Так, мына факел қойық. Уф, бол достар, кәдімгідей жест болып тұр. Так, мынау Мистериум Гемский. Бұдан өкінішке орай бізде түк жасауға болмайды. Так, бесполезный зат екен. Бұны қазір жек көрейік. Өкінішке орай жеуге де болмайды екен. Қазір мен өзімнің мына бір көріп тұрғандарыңыздай менде уже 6 уровень, 6-шы ғана уровень, менде 18-ші уровень болған. Соны қазір өзіме қайтарып алайын. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандай мен уже өзіме 18 опытты қайттан қайтарып алдым. Так, достар, бағана мен уже так сол опытты жинап отқанда маған какой-то біреу шабуылдап почти өлтіре жаздады, бірақ мен сәттілікке орай қашып үлгердім. И мына жерде бізде өкінішке орай түк жоқ. Так, мен мына жерде не жасайын? Қалай жүр? Так, мына сундукты железный сундукқа улучшить дейін. Так, мінекей. Осы арқылы осылай железный сундукқа улучшить етуге болады бізде. Так, осындай бір ретпен реттеп қойық. Так, мыналардан ештеңке жасауға болмайды. Я өкінішке орай ештеңке жасауға болмайды. Так, енді басқа не істейміз? Так, менде өз қанша пшеница бар? Пшеница дептім ғой. Семен пшеница. Қазір достар, біз әзірше өзімізге бақша жасаймыз ойдың. Бақша дегенде сол пшеница өсіретін бақша. Менің ойымша. Сол үшін мына жердегі барлық мынандай осындай шөптерді барлығын қырып тақ қоям ғой еще. Өзімізге бір ферма жасаймыз ойдың. Кей жануарларды алып келіп, солай бір өзімізге қолайлы ферма жасайық. Сосын кейін асықпай өзімізге бір керекті
үйлер жасаймыз. Так. Мына жерде шахта бар ма? Мен сонда осы шахта көрмеген ба не? Ай, блин. Осында жүріп, осы бір шахтаны көрмеппін. Шахта дегенде пещера енді. Так, ол пещерада бізде по крайней мере ештеңе жоқ. Бірақ мына жерде кәдімгідей бір қорқынышты дауыстар шығып жатыр. Мынау өте достар здоровый пещера екен. Былай конкретно айтайын. Здоровый пещера. Енді бұл здоровый пещераны здоровый түрде аралау керек. Так. Мына жерде бір монстрлардың дауысы шығып жатыр. Так. Келсе өлтірем міндетті түрде. Бірақ келатқан сияқты менің ойымша маған. Бірақ жарайды. Тезірек мыналарды алайық. 13 орындық қылыш ешкімге кедергі жасамайды. Сондықтан осында алып алу қажет бізге. Так, уже бізде 7 тал. Осындай темппен біз өзімізге көп тал жасап аламыз. Өкінішке орай бұған вейнмайнер жұмыс істемейді. Сондықтан осылай қазып тұруға бізге тура келеді. Әзірге. Бірақ мына железаны да алып алайық. Так, опа. Мына жерде қарап отырсам, так, мына жерде не бар? Мына жерде бізде ештеңе жоқ. Опа. Уже 2-ақ кремень. Ну, жарайды. Так, 2 кремень емес. Бізде 3 кремень. Так, мына жерде мен мына бір көріп тұрмын тауықты. Бұны өлтіріп, етін барлығын алып алайық. Өте қажет болады. Так, жұмыртқа. Тағы бір тауық бар сияқты, жөте көрмей қалдым. Жарайды. Тезірек мына железаның барлығын қазып алайық. Сосын алмас табу білейін. Енді алмас қашан табамыз екен, мен әзірге білмеймін. Осы шахтаны аралау барысында біз алмас табамыз деген ойдам міндетті түрде. Себебі алмас табу керек бізге міндетті түрде деп қайталап кеттім оны атады. Опа. Так, не рассчитал, жарайды. Ондай болып тұрады. Так, әзірге мына жақтан жөнінде ешкімді көріп тұрған жоқпын. Мынандайды қайттан өзімізге алып аламыз. Өте керек болған соң. Так, әзірге мен ешкімді көріп тұрған жоқпын. Бірақ, так, мына жерде опа, скелет даму. Сен ғана көрмеген ба? Так, бұл бізге өзінің оқтарын берді. Достар, осындай темппен біз өзімізге тез арада 99 осындайдың амозин бақ қойып ағылшынша оқимын шынарай. Амозин жарайды. Сондайдан тезірек 99 тал алып алуымыз керек. Жарайды, мен осы шахтадан неғып сандалып жүрмін деген ой келіп тұр маған әзірге. Себебі өткен серияда шахтаға бардым, енді осы жол шахтаға бармай қойын. Дұрыс, осы жолы шахтаға бармай қойын. Так, мына жерге телепортация жасайық. Так, 80 емес, 67. Осы жаққа телепортация жасаймыз. Опа, болды. Достар, так, осы жерде тоже мен так пшеницалар жинаймын деген сияқты едім ғой бағана. Тезірек көп деген пшеницалар жинап алайын. Өзімізге біз бақша жасайық. Ал бақша. Так, енді мен қазір осылай жинағанша іш пісіп кететін сияқты, сондықтан мен әзірге паузаға қоя тұрамын. Сондықтан әзірге сіздерге бұл какой-то бір секунд, мен үшін бір кәдімгідей бір 5 минут, 4 минут уақытымды алады. Сондықтан мен пауза қоямын. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, мен уже өзіме 31 тал пшеница жинап алдым. Мына жерде қарап отырсам, мен бір торговецтарды тауып алдым. Так, бұлар торговля жасағанда какой-то бір коиндар жасайды екен. Бірақ коин дегенде бұл мынау бір күміс коин мен алтын коин. Ал менде өкінішке орай барлығы қола. Бірақ мүмкін сол қолаларды бір нәрсеге ауыстыру керек шығар менің ойымша. Так, мына жерде былай қарап отырсам, тағы да пещера мынау. Ой, блин, пещерадан пещераға бітпей кетті ғой. Жарайды.
ештеңе етпейді. Қазір біз өзімізге тез арада мотыга жасап аламыз да. Мына бір 31 тал нені егеміз, пшеницаны. Сосын кейін өзімізге нан жасап, анау деген әңгіме ғой. В общем, так, менде көшт бар. Осы арқылы көштіні мука жасап, тез арада өсіріп көреміз. Бірақ 3 талмен вряд ли өседі. Так, оппа. Так, оппа. Так, бауыр бөлмесімен болып жарайды. Так, осы бір өзеннің жағасына егет сияқтым ғой. Так, осы жерге егейін. Так, оппа. Осында екеу жетеді сияқты ғой. Жарайды. Ештеңе етпейді. Так, мына бір ағашты мен кесе салайын. Бұрадан босқа мешіт ет. Так. Так, түсіндім. Босқа мешіт ет. Так, мен по-любому анаяққа жаймаймын ғой, не істеп кеттім. Анаяққа жаямын ғой. Так. Уже бізде почти болайындық болды. Болды. Осы жеттік деген ойдам. Былай егейік. Так, осылай. И осылай. Осылай еге берсек, уже кейінгі арада бізде уже барлығы жақсылап тұрып піседі. Піседі дептім ғой, өседі дегенде. Жарайды. Уже бізде қанша 37 тал болыпты. 37 талдың барлығын біз кетіп тастадық. Бірақ на костный мукамен өсіп-өспеймін білмей тұрмын. Так. Я достар өседі екен костный мукамен. Енді өспегенде қайда көреді? Дәурен қуасты сен. Жарайды. Так, мынаны былай айырбастайық та. Сабақ бізге керек. Сондықтан аны орнына қайтадан неге салайық. Болды. Тұра берсін. Так, енді осымен мен әзірге сериямды аяқтайтын сияқтымын ғой. Себебі осы серияда біз өзімізге көп нәрсе жасадық. Так. Үйге кіріп сөйлеспесек болмайды. Что-то жүрші бауырымды қалжың айтам. Так, уже үйге барайық. Кеш батты. Менде әлі төсек жоқ. Өте нашар. Так, мына заттарды салып қойғым. Так. Мінекей. Мына перо барлығын сала салайық. Керек емес заттарды. И так, мыналарды да салайық. Керек емес. Достар, енді осымен мен өзімнің сериямды аяқтайын шынымен де. Уже маған берілген уақыт аяқталды. Сіздердікі енді басталады. Егер сіздерге осы серия ұнаса, онда достар міндетті түрде лайк қойыңыздар, арнаға жазылыңыздар, комментария жазыңыздар. Ең бастысы мені қолдауды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.